Қайырымдылық асыл қасиет. Күшіміз бірлікте деген атпен Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу университетінде қайырымдылық жәрмеңкесі өтті. Шараны 1 наурыз алғыс айту күніне орай құқық және экономика жоғары мектебі ұйымдастырып отыр. Мақсаттары 7 жасар қыз балаға қол ұшын созу. Диляра Тоқтиеваға 2 дәрежелі 2 жақты кондуктивті құлақ мүкістігі диагнозы қойылған. Бала күннен есту қабілетінен айырылған. Көп балалы отбасында тәрбиеленіп жатыр. Құқық және экономика жоғары мектебінің жастары қыз бала жағдайына бейжай қарамай көмек көрсетуге атсалысты. Түрлі тағамдар, тәттілер пісіріп жәрмеңкеде көпшілікке ұсынды. Одан жиналған қаражатты Диляраға есту аппаратын алуға жұмсады. Және экономика жоғары мектебі үнемі қайырымдылықпен айналысып жүреді. Әртүрлі іс-шаралар ұйымдастырамыз. Сол іс-шараларды ұйымдастыру мақсатында әртүрлі отбасылар тіркелген, аз қамтылған отбасылар. Сол отбасылардың ішінде осы Диляра есімді қыздың, көп балалы отбасыдан шыққан Диляра есімді қыздың отбасы тіркелген. Бізде соған көмектесу бұрыннан жоспарланған болатын. Осы 1 наурыз алғыс айту күніне түскен екен осы іс-шараны ұйымдастыру. Яғни біз жәрмеңкені ұйымдастыру мақсатында біздің білімгерлеріміз үлкен талап танытты, өздерінің атсалысуымен түрлі осы іс-шараларды ұйымдастырып жатырмыз. Және де жәрмеңке барысында да өздерінің қолдарынан жасалған түрлі тәттілермен және де Жігер қоғамдық бірлестігінің қолдан жасалған бұйымдары сатылымға түсті. Осы сатылым барысында қаражат жиналып, яғни біз Диляраға есту аппаратын алуға және де аз қамтылған отбасыларға көмек көрсетуге қаражат толығымен жиналды.